Қайырлы күн балалар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 2 сынып 72 сабақтың тақырыбы түбір мен қосымша. 32 жаттығу мәтінді түсініп оқы. Балалар суға түсуге келді. Көлге түсеміз, деді Самат. Жоқ, бұл көл емес, көлшік, деді Марат. Қалай ойлайсың, олар көл және көлшік сөздері үшін неліктен айтысты? Балалар, көл дегеніміз ол үлкен жиналған су, ал көлшік дегеніміз кішкентай жиналған су. Екеуінің түсініктері екі түрлі болғандықтан сол үшін екеуі тартысты. 33 жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып мәтінді көшіріп жаз. Мектепте шахмат үйірмесі бар. Біз сол үйірмеге қатысамыз. Біз шахматтан болған жарыстан бірінші орын алдық. 34 жаттығу. Қайсысы түбір, қайсысы қосымша екенін дәлелде. Тау, теңіз, су, үлкен, жуан сөздері бұлар түбір сөздер, себебі бұлар өзін жеке алғанда мағынасы бар. Келесі дық, тік, шы, дар, лар, дер, дай, дей бұлар қосымша, себебі бұлардың мағынасы жоқ. Шығармашылық үзіліс. 35 жаттығу. Бұлттардағы буындар мен сөздерден жұмбақ құрастырып жаз, шешуін тап. Допты алып қолға, дәл түсірген торға. Жұмбақтың шешуі баскетболшы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар.